Әдебиеттік оқу. Сабақтың тақырыбы арыстан мен қозы. Оқу мақсаты шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Тыңда. Арыстан мен қозы. Бірде арыстан тұрған тордың ішіне жаңа туған қозыны әкеліп тастады. Түк білмейтін жаңа туған қозы арыстаннан қорқудың орнына оның жанына жақын барып, үсті басын иіскелеп мазасын алады. Арыстанды өзімнің енем деп ойласа керек. Мұны көрген аң патшасы жас қозыны бас салып жеудің орнына әңқиып тұрып қалды. Ал қозы болса, одан әрі еркінсей, сүйкеніп тоқтар емес, қайта оған жабысып, жақындай түсті. Айбатты арыстан жас қозының сүйкімді сәби қылығына қайран қалғандай, тәкаппар ұлылықпен, әрі іштей бір бейкүнә жылылықпен қайта-қайта қарай берді. Оны жей салуға батылы жетпеді. Сөйтіп аш арыстан еріксіз көзін жұмып, қалғып кетті. Енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап жазамыз. Бірінші сұрақ. Арыстанның торына қозыны неге алып келген? Қозы неге арыстанды иіскелеп мазасын алды? Арыстан қайтты? Арыстан қозыны неліктен жемеді деп ойлайсың? Жануарлардың арасында достық болуы мүмкін бе? Мәтінді өз бетіңмен 4-5 рет оқып шық, және осы сұрақтарға толық жауап бересің деп сенемін. Тапсырма. Дәптеріңе кемпірқосақтың суретін сал, және өзің білетін кемпірқосақтың 7 түсін есіңе түсір. Одан соң, осы кемпірқосақтың 7 түсінің үстіне жер анаға деген өзіңнің тілегіңді жазып шығасың. Мысалы, бірінші жолаққа жер ана аман бол деп жазамыз. Ары қарата 6 түске енді өзің жалғастырып жаз. Одан соң кластер құрастыр. Қоршаған орта деп айналадағы бар дүниені айтамыз. Қоршаған орта біз өмір сүріп жатқан әлем. Онда не бар? Орман бар. Тағы нелер бар? Осыларды қоршаған орта кластеріне жазасың. Бұл қоршаған ортаға жазған кластеріңде осы жазған нәрселеріңнің барлығы табиғи ортадан пайда болады. Ол бар жерде біз де бармыз. Қоршаған ортаның амандығы, тазалығы біздің де аман, сау болуымыздың кепілі екенін ұмытпа. Енді бізді асыраушы жер анаға хат жазамыз. Хатты былай баста. Амансыз ба, жер ана? Мен сіздің құдіретіңізге бас иемін. Бұл хатты ары қарай өзің жалғастырасың. Сөйлемдерді тиянақты, дұрыс, мұқият жазасың деп сенемін.